Good day everyone, welcome to my English lesson. Сәлеметсіздер ме оқушылар, менің ағылшын каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сабақта My Hobby деп аталатын тарауды бастаймыз. Оқушылар суретте спорттың түрлері көрсетілген: хоккей, бадминтон, бейсбол, тейбл теннис, баскетбол and rugby. Барлығы суреттен айтылғандай, қандай спорт түрі екені белгілі. Сіздер оны дәптерлеріңізге жазып жаттап алыңыздар. Жалғастырамыз. Exercise 2, read and color. Оқимыз және бояймыз. Бұл жаттығуда 3 сөйлем берілген. Сөйлемді спорт түрін айтып сипаттайды. Астындағы 3 жауаптың біреуін сіздер тауып бояу керексіздер. Яғни дұрыс жауапты бояйсыздар. Бірінші, you need a racket and a net to play these sports. Бұл спорт түрін ойнау үшін сізге ракетка мен сетка қажет. It is badminton. Badmintonды бояйсыздар. You need a bat and a ball for this sport. Бұл спорт түріне ұрғылайтын таяқша мен доп қажет. Соңғысы қалды. You need a stick and a ball for this sport. Бұл спорт түріне таяқша мен доп қажет. Дұрыс жауаптарын бояуларыңыз қажет. Енді астында сұрақтар қойып үлгісі берілген екен. What's your favorite sport? Сенің сүйікті спорт түрің қандай? Football and yours, ал сенікі ше деп сұрақ қояды. Сіздер оған жауап бересіздер және бір-бірлеріңізге осы сұрақты қоясыздар. Мысалы, what's your favorite sport? Basketball and yours? My favorite sport is basketball too. Немесе baseball too деп айтуға болады. Жаттығуды қарайық. Exercise 3, how many listen and circle. Бұл жаттығуда тыңдалым бар екен. Оқушылар мұғалімнің көмегімен тыңдайсыздар және дұрыс жауапты қошайсыздар. Жалғастырайық. Exercise 1, listen, point and repeat. What do you like doing with your friends? To exercise when you are alone. Жаңа сөздермен танысайық, одан кейін сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Біріншісі, have a sack race, қапшықпен жарысу, jog, жүгіру, play hide and seek, тығылмаш ойнау немесе тығылыспақ ойнау, play tag, қуалау бір-бірін, play hopscotch, классика ойыны деп айтуға болады, skip, скакалка секіру, play chess, шахмат ойнау, play a board game, яғни үстел үсті ойындарын ойнау. Жалғастырамыз. Listen and choose дейді. Тыңдаймыз және таңдаймыз. Сөйлемдер берілген дұрыс жауаптарын табуларыңыз керек. Бірінші, I am playing tag today. I am playing with my friends. I am playing chess a board game today. Hooray, hooray, hooray. Яғни аудармасы былай деп тұр. Мен ойнап жатырмын. Қуаласпақ бүгін дейді. Мен ойнап жатырмын шахмат ойынын немесе үстел үсті ойындарын. Ура, ура, ура немесе алақай, алақай, алақай деп қуанып жатыр. Келесі, I am playing chess hopscotch today. Мен ойнап жатырмын шахмат классика ойынын. I am playing with my friends. Мен ойнап жатырмын достарыммен. I am playing a board game. Мен үстел үсті ойындар ойнап жатырмын, немесе қуаласпақ ойнап жатырмын, алақай, алақай, алақай деп сөйлемді аяқтайды. Ең басында қарап жүрейік. It's play day. Бүгін ойнайтын күн. We are having fun. Біздер көңіл көтереміз. It's play day. Бүгін ойнайтын күн. So smile everyone. Барлығыңа күлімсіре дейді. Бұл тапсырманың мен мағынасын түсіндірдім. Енді сіздер мұғалімнің көмегімен тыңдап, қайсысы дұрыс соны қошауларыңыз керек. Let's continue. Жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта грамматика екен. Қараңыздар, present continuous affirmative дейді. Бұл бізде созылыңқы дәл қазіргі осы шақ. Грамматикалық ереже бойынша бұл шақта етістікке міндетті түрде ing жалғанады. Яғни іс-әрекет дәл қазір болып жатыр, созылып жатыр, әлі аяқталған жоқ. Соны білдіреді. Мысалы, I болғанда I am playing. Мен ойнап жатырмын. You are playing. Сіз ойнап жатырсыз. He is playing. Ол ойнап жатыр. She is playing. Қыз бала ойнап жатыр. It is playing. Назар аударайық. It is playing-ді біз тек қана табиғатқа, жан-жануарға немесе жансыз нәрсеге айтамыз.
Келесі, we are playing. Біз ойнап жатырмыз. They are playing. Олар ойнап жатыр. Яғни, ереже бойынша оқушылар дәл қазіргі созылып жатырған іс-әрекетте сіздер етістікке тек қана ing жалғайсыздар. Мысалы, play, playing, cook, cooking, read, reading, write, writing деген сияқты. Бірақ ережеге бағынбайтын бір сөз бар екен, мұны қараңыздар. Dance, билеу, dancing, билеп жатыр. Мысалы, I am dancing, he is dancing, she is dancing. Соңында и әрпі болғанда, ол созылымға осы шақта түсіп қалады да, оның орнына ing қосылады. Skip, skipping. Жалғастырайық, exercise 1, complete, then match дейді. Толықтырамыз жаттығуды, одан кейін астындағы суреттермен сәйкестендіруіміз керек. It is raining, жаңбыр жауып жатыр. I am swimming, мен суда жүзіп жатырмын. B болады. She is dancing, қыз билеп жатыр. A қоямыз. He is climbing a tree, ол бала ағашқа өрмелеп жатыр. C болады. They are jogging, олар жүгіріп жатыр. D болады. Келесі тапсырма, exercise 2, read, look, read and choose дейді. Оқимыз, қараймыз және таңдаймыз. Rolo is flying. Rolo ұшып жатыр. Chico is running or jumping. Chico жүгіріп жатыр, немесе секіріп жатыр. Elsa and Tara are jogging, singing. Elsa мен Tara жүгіріп жатыр, немесе ән айтып жатыр. Carlos is doing a jigsaw puzzle. Карл өзінің пазлдарын құрастырып жатыр. Playing chess дейді, немесе шахмат ойнап жатыр. Cody is swimming or drawing. Cody суда жүзіп жатыр, немесе суреттерін салып жатыр. Осы картинкадан қарап, дұрыс жауаптарын қошайсыздар. Осы жаттығуға қарап, сіздер бір-бірлеріңізге сұрақ қоюларыңыз керек. Мысалы, Rolo, he is flying. Немесе Cody, she is drawing. Carlos, he is doing jigsaw puzzle. Осылай сұрақтарды сіздер жалғастырасыздар. Астында тапсырма тұр екен, talk with your friend дейді. Өзің досыңмен сөйлес. Мысалы, сіздер сыныптағы кез келген бір оқушыны аласыздар. Айтайық, мысалы, Алия, she is writing. Алмаз, he is reading. Айжан, she is talking. Алуа, she is eating. Осылай сіздер іс-әрекетті жалғастыруларыңыз керек. Жалғастырамыз, оқушылар, Sports Day деп аталатын тақырыпты бірге үйрететін боламын. Кәне бастайық. I love Sports Day. Маған спорт күні ұнайды. Me too. Are you ready for the soccer race? Маған да ұнайды. Сендер қапшықпен жарысқа дайынсыңдар ма? Деп сұрақ қояды. What's Chico doing? Ал Chico не істеп жатыр? He's running with us. Go back, Chico. Ол бізбен бірге жүгіріп жатыр. Кері оралшы, Chico деп айқайлайды. Help, I am falling. Көмектесіңдер, мен құлап қалдым дейді. Falling, құлау. Oh, Chico, now we are losing the race. Ой, Chico, біз енді жарыстан ұтылып қалдық қой дейді. It's time for the egg race. Жұмыртқамен жарысатын уақыт болды дейді. Stay here. Осы жерде қала тұр деп ол итке бұйрық береді. I am winning. Yes. Мен жеңімпаз болдым. Yeah, деп қуанып жатыр. Okay, Chico. Now it's your turn. Жақсы, Chico. Қазір сенің кезегің дейді. Яғни сенің кезегің келді дейді. Come on, you can do it. Кәне, алға, сенің қолынан келеді дейді. Well done, Chico. Жарайсың, Chico, деп қуанып жатыр. You are the best. Сен ең жақсысың, немесе сен ең мықтысың деп оны қуанып, қошеметтеп жатыр. Екінші жаттығуды қарайық. Read again дейді. Әңгімені тағы да бір оқимыз. Match to make sentences. Сөйлемдерді сәйкестендіруіміз керек. Cody and Elsa love sports day. The chicken are ready. Яғни балалар дайындалды. But Chico runs with the children. But Chico жүгіріп кетті балалармен.
Stay here. О қалып қойды немесе then it is. Сосын осындай оқиға болды. Chico runs and Chico жүгірді және деп сөйлемдерді сіздер жауаптарын тауып сәйкестендіруіміз керек. Бұл сөйлемнің жалғасы былай болады. The children are ready for the sack race. Оқушылар қапшықпен жарысуға дайын болды. But Chico runs with the children and the children fall. Бірақ Chico балалармен бірге жүгірді, содан кейін балалар құлап қалды. Stay here or go back Chico. Бұл жерде қал, немесе қайта оралшы Chico деп айтты. Then it is Chico's turn. Одан кейін Chicoның кезегі болды. Chico runs and wins the race. Chico жүгірді және жеңіске жетті. Осылай сөйлемдері сәйкестендіресіздер.